Болашақ ана мен баланың денсаулығы сыр бермес үшін жүктілікті жоспарлау маңызды. Ал оны неден бастау керек? Қандай дәрігерлерге жүгініп, дәрумендерді қабылдау керек? Толығырақ Маржан Нұртазина дайындаған бейне материалдан білейік. Жүктілікке дайындықты ең алдымен гинекологқа жүгінуден және кем дегенде 3 ай бұрын бастау керек. Осы уақыт аралығында қажетті медициналық тексерістен өтіп, аурулар анықталса, ем-дом шаралары жүргізіледі. Это общий анализ крови. Жүктілікке дайындықты жалпы қан және биохимиялық қан талдамасын тапсырудан, гепатит, мерез, АИТВ сияқты жыныстық жолмен берілетін ауруларды тексеруден бастау керек. Сонымен қатар гинекологиялық тексеріс пен жатырды ультрадыбыспен зерттеуден өту қажет. Және де анемияға да тексерілген дұрыс. Сондай-ақ міндетті түрде тіс дәрігеріне де қаралған абзал. Себебі ауыз қуысында созылмалы инфекция ошақтарының болуы, бадамша безінің қабынуы жүктілікке кері әсерін тигізеді. Ұрықта жатқан баламыз, ол барлық ананың витаминдерін алады. Сол үшін ананың денсаулығына кішкене зиян келуі мүмкін. Міндетті түрде фолиевый қышқылын қабылдау керек, 5 мг жүйесінде. Міндетті түрде жаңағы йод препараттарын қабылдау керек, сосын витамин D3. Жалпылама табиғи тамаққа келетін болса, барынша ет жеуге тырысу керек. Аптасына мүмкіншілігінше 1 рет балық жеуге тырысу керек. Ода железо да көп, йод да көп. Жүктілікті жоспарлау барысында ер адамның да тексерістен өтуі маңызды. Мәселен, зиянды әдеттер ұрықтың сапасын төмендетіп, бедеулікке алып келуі мүмкін. Ал түрлі инфекциялар жасушаның өзгеріске ұшырауына себеп болып, балада қандай да бір ауытқулардың пайда болуына түрткі болады. Ер кісі анализі спермограммадан бастайды. Екінші жағдай, ол гормондық жүйені тексеру. Тестостерон, еркектің бағана қалауы гормондары, кейде әйелдің басымырақ гормондары болады, эстрадиол деген гормондар, фолликуланы стимуляция гормондары, сосын лютеиндеуші гормондар, және де бағанағы орталық жүйке жүйесіне әсер ететін гормондар болады. Соларды бір қарап өткен дұрыс болады. Және де ультрадыбыстық зерттеулер жүргізу керек. Кесар тілігі көбінесе жамбас сүйектері мен омыртқа қисаюының кесірінен жасалады. Сондай-ақ жүктілік кезінде де айтарлықтай қиындық туғызады. Оны алдын алу үшін остеопат маманға қаралған дұрыс. Когда плод развивается, увеличивается нагрузка. Іштегі нәресте өскен сайын жамбас сүйектері мен буындарына түсетін салмақ та ұлғаяды. Сәйкесінше әйел адам өзін жайсыз сезініп, белі ауырып, тез шаршап қалады және ентігу, бас ауыру пайда болуы мүмкін. Жамбас сүйектері дұрыс орналаспағандықтан босану барысы қиын өтіп, акушер дәрігерлер қосымша медициналық шараларды қолданып жатады. Дополнительные какие-то действия. Жүктілікке дайындалу бірінші кезекте баланың иммунитетіне әсер ететінін ұмытпаған жөн. Өйткені дені сау ата-анадан дені сау ұрпақ дүниеге келеді.